балдар? Көңіл күйіміз қалай? Онда балдар қазір шарт түсіндіріп жасайық. Бірінші мен айтам, менің айтқанымды бәріміз қайталаймыз. Қуанамын мен де. Қуанасың сен де. Арайлап атқан күнде. Ой балдар, өте жақсы. Отыра қойыңдар сабақта. Қандай әріптермен таныстық? Кім айтады? Бәріміз жеке-жеке айтамыз. А әрпіне келеді. Кім сөз біледі? Ақсекүл. Нехнар? Анар. Сабақ тұрған сияқты. Келіңіз. Келе ғой. Апа, кешіресіз, сабаққа кешігіп қалыппын. Балдар, сабаққа кешігуге бола ма? Жоқ. Отыра ғой ағылақ. Балдар ағылаққа, сабаққа кешікпей, мектепке ең қысқа жолмен келуді кәне көрсетейікші. Кітапта ненің суретін көріп отырып? Ағылақтың күнді көріп отырып, достарды көріп отырмыз, е? Ағылақ қайда келеді балдар? Мектепке. Балдар енді ойланайықшы. Ағылақ мектепке неге кешігіп келді екен? Кім айтады? Қолымызды көтеріп айтайықшы. Мұнан күйге болмайды көшеде. Дұрыс айтады. Көшеде сабаққа келеді, көшеде ойнау болмайды дейді. Мансұр. Қайтырған. Достарымен төбелесуге болмайды дейді. Тағы Диана айта ғой. Жолда жүгіруге болмайды. Жолда жүгіруге бағы балдар. Жолда келе жатқан кезде жаяу жүргіншілер несінен белгісінен өтуіміз керек, түсінікті ма? Жолда жүгіруге болмайды екен. Мектепке келе жатқанда көшеде ойнауға болмайды. Қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек екен. Ағылақ түсінікті ма? Түсінікті болды ағылаққа. Өте сөзді кәне айтып берейікші бәріміз. Иә, бір буыннан келеді. Басында қандай дыбысты естіп отырмыз? Лақ деген сөзді қандай әріпті естіп отыр? Л әрпін естіп отырмыз, е? Л әрпін естіп отырмыз. Л әрпі балдар дауыссыз екен. Л. Қалай айтылып тұр? Кедерге ұшырап айтылып тұр, е? Л әрпі дауыссыз. Оны қандай текшемен белгілейміз? Дауыссыз. Кәне көрсетейікші алдымызда. Орнына қоя қояйық, енді қайтадан текшемізді. Енді балдар Л әрпіне келетін сөзді айтайық. Түлкі. Балапан дұрыс айтады. Гүл. Бұл не? Бал. Енді осы сөздерді кәне балдар буынға бөліп айтып көрейік. Балдар енді Л әрпі сөздің қай жерінде тұр? Кім айтады? Ортасында тұр. Дұрыс айтады. Келесі балапан сөзін бұндай айтайық. Сөздің қай жерінде тұр? Ортасында тұр екен Л әрпі. Ең соңғы сөз гүл сөзін бұндай айтайық. Неше болады? Сонда балдар, Л әрпі сөздің басында, ортасында, аяғында. Түсінікті ме? Енді келесі тапсырманы ойлаймыз. Балдар, дауысты және дауыссыз дыбыстарды немен белгілейміз? Текшемен белгілейміз, солай ма? Дауысты және дауыссыз дыбыстарды текшемен белгілейміз. Тақтада қазір тапсырма орындаймыз балдар. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды текшемен белгілейміз. Бірінші мен түсіндіріп өтейін. Лақ. Көріп отырмыз ба суретін? Лақ деген сөз неше әріптен тұрады? Санайықшы кәне. Бір, екі, оны неше текшемен белгілейміз? Үш текшемен белгілейміз. Түсінікті ме? Соны апарып мына жердегі текшемен сәйкестендіреміз. Дұрыс айтады. Түсінікті ме балдар? Кәне
айта ғой Абылай. Лақ сөзі неше әріптен тұрады? 3 әріптен тұрады. Оны неше текшемен теңестірдің? Сана текше. 3 текшемен теңестірдің. Балдар дұрыс па? Келесі тапсырманы орындайды. Кел, Ахмет. Ол неше әріптен тұрады екен, санаш? Ахмет. 1, Иә. 2, 3, 4, 5. 5 дұрыс айтады. Енді қалам деген сөзді буындашы. Ахмет, кәне. Қалам. Дұрыс па, балдар? Неше буыннан тұрады екен? 2 буыннан тұрады. Отыра ғой, Ахмет. Тағым шап. Кел, Қайсар. Кел, оқысын, Қайсар. Не бұл? Не суреті? Иә, су, көл. Біріктіре ғой, кәне. Сәйкестенді. Дұрыс па, балдар? Енді көл деген сөз неше әріптен тұрады екен, санаш? 1, 2, 3. Кәне, мына текшені санай ғой. 1, 2, 3. Дұрыс па, балдар? Көл деген сөз 3 әріптен тұрады. Енді мұндай ғой, көл деген. Дұрыс па? Бір буыннан тұрады екен. Тағы, отыра ғой. Өте жақсы отыра ғой. Қайсар, келе ғой. Нені суреті, Қайсар? Дұрыс айтады. Енді санай ғой. Гүл деген неше әріптен тұрады екен? Сана, кәне санай. 2, 3, иә. Неше текшемен сәйкестендірдің? 3 текшемен сәйкестендірді. Дұрыс па? Енді гүл деген сөзді буындап айта ғой. Дұрыс. Неше буыннан тұрады екен? 1 буыннан тұрады екен. Өте жақсы. Тапсырманы жақсы орындадық, балдар. Отыра ғой. Енді кәнеки көңілденіп билейміз. Енді балдар, Л дыбысының бейнесін жасаймыз. Қазір алдарыңызда ыдыстың ішінде кіргізгіш тұр. Білеміз бе? Осыдан Л дыбысын жасаймыз. Бір кіргізгіштен аламыз. Ақсүйкімнің тобы кіргізгіштен Л дыбысын жасаймыз. Нұрсұлтанның тобы қолдан жасаймыз, саусақтан жасаймыз. Абылайдың тобы құрастырғышпен жасаймыз. Кәне құрастырғыштан Л дыбысын құрастырамыз. Іңкәрдің тобы санауышпен Л дыбысын жасаймыз. Кәнеки балдар, неше санауыш керек бізге Л дыбысын жасау үшін? 2. Қайымыз ба? Айдана. Кәнеки, дұрыс саусақпен жасауға болады екен, иә? Айдана, айта қойшы. Кәне, Л дыбысын немен жасадың сен? Неше саусақтың көмегімен жасадың? Қаттыра, 2 саусақтың көмегімен жасады. Кәне, бұл тапсырманы орындадық па? Өте жақсы. Абылай, неден жасадың? Л дыбысын құрастырғыштардан жасаған. Л дыбысын
Санауышпен жасадық десеңдерге неше санауыш керек болды? 2. Өте жақсы кәнекей. Кәне балдар қосып қояйық. Енді ұлымыз есімізде сақтадық па балдар? Орнымыздан тұрамыз. Кәнекей асықпай орнымыздан тұрамыз. Орнымызда тұрамыз да. Мен бірінші ойынның ережесімен түсіндірейін. Шапалақта деген дидактикалық ойын. Қазір балдарсың. Дауыстап, ішінде л дыбыс бар сөзді айтқан кезде не істейміз? Қол соғамыз. Түсінікті ма? Ал егерде л дыбыс жоқ, басқа сөзді айтсам, қол соқпаймыз. Сондықтан апайдың айтқанына мұқият назар салып тыңдап тұрыңыз. Балапан. Өте жақсы. Астана. Соқпаймыз Астана деген. Тағы қайталаймыз. Гүл. Л әрпі бар емес ма? Қаттырақ қоғамыз болды. Гүл. Иә. Қарлығаш. Дұрыс. Л әрпі бар ішінде. Парта. Парта. Ішінде л дыбысы бар ма? Соғамыз. Тек қана л дыбысы бар сөзге соғамыз. Балапан. Бәріміз соғамыз кәне, балапан деп. Балапан. Бар ма ішінде л әрпі? Дұрыс балдар дейді. Ойын түсінікті ма? Мен әріпті сөзінен ажыратып үйренуіміз керек. Өте жақсы. Енді қазір балдар тағы ең соңғы тапсырма л дыбысын жазамыз. Л дыбысын әліппе дәптерде орындаймыз. Ол үшін қолымызға жай карандашты алып, л дыбысын бірінші ауызда жазамыз. Төменнен жоғары, оңға, сосын тағы төмен қарай келесі тұрған қандай түрі? Жазбаша түрі, дұрыс айтады. Енді қазір әліппе дәптерге баспа түрін жазамыз. Мен тақтада бірінші көрсетейін баспа түрін. Жоғары, оңға қарай жүрем, сосын төмен. Енді кішкентай түрін көрсетем. Кіші түрін. Түсінікті ма балдар? Қолымызды жоғары, оңға, төмен күшіріп жүргіземіз. Қазір қолымызға қаламды аламыз да, бастырып, л әрпін әліппе дәптеріне жазамыз. Өте жақсы. Болған балдар қаламызды қоямыз. Ақсүйкімнің тобы болды. Зілкардың тобы болды. Айдананың тобы болды. Өте жақсы. Абылайдың тобы болды. Кәне балдар қаламдарымыз саламыз. Орнына қоямыз. Өте жақсы. Енді балдар қазір ақ парақша таратып берем. Л әрпінің бастырып жазамыз. Бұл мына әріптердің ішіне. Көріңіздер ме? Осы карточканы таратып берем. Л әрпін тауып бояймыз әріптердің ішіне. Балдар, бүгінгі сабақта қандай әріппен танысқанымызды білеміз бе? Қандай әріппен таныстық кәне? Л әріпін. Сол Л әріпін мына әріптердің ішінен тауып бояймыз. Қандай түспен бояймыз? Көк. Өте жақсы. Көк түспен бояймыз. Ақсүйкімнің тобы болды. Айдана. Кәне көрсетейікші
қандай әріппен таныстық? Олар әріппен танысты. Ол қандай дыбыс? Ден айтып. Ол дауыссыз екен, балдар. Есімізде сақтадық па? Өте жақсы болды ма? Енді бағалаймыз. Ең бірінші өте сабаққа белсенді қатысқан екі асық беремін. Қызыл екі асықпен бағалаймын. Іңкәрдің тобына бір асық, Абылайдың тобына да бір асық, Нұрсұлтанның тобына бір асық беремін. Көрдіңдер ме, балдар? Ең өте сабаққа белсене қатысқан Ақсүйкімнің тобына екі асық ұпай жинап. Қайне қол соғып қояйық.